Енді жаңағы бесқала жырауларының ішінде енді көп жырау бар ғой. Соның ішінде әкеміз енді жырау болған, ол да соның жаңағы бір мақамға салып айтатын несі бар. Мен соны енді жаңағы мына Кәкім абайдың мына достық туралы, сосын өмірлік жар таңдау туралы, сосын осы әйелдердің мінезі туралы кішкене несі бар. Сонан бір ауыз айтып берейін енді. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе емес, сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейік, шын күлейік, ер табылса болар еді қылар сұхбат. Бір жерде бірге жүрсең, басын қосып, біріңнің бірің сөйле сөзін тосып. Біріңді бірің ізет, құрмет етіс, тұрғандай бейне қорқып, жаның шошып. Кемдікін бірге жүріп, тату өткіз, жетпесе біріңдікін бірің жеткіз. Күншілдіксіз тату бол, шын көңілмен, қиянатшы болуды естен кеткіз. Кейбір дос бүгін тату, ертең бату, тілеуі жақындықтың бәрін сату. Көңілінде қаяуы жоқ, қиянат жоқ, қажымас қайта айнымас нағыз тату. Көңілінде қиянат жоқ, қаяу жоқ, қажымас қайта айнымас нағыз тату. Қыз сұлу көрікті деп жақсы көрме, лапылдақ көрсе қыздар нәпсі керме. Әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көз жетпей көңіл берме. Әйелің сені сүйсе, сен оны сүй, қоржаң соқ келеді кей сасық ми. Ер ақылды әйелі мінезді боп, арайыспай үстіндегі тазаша үй. Малды деп, жасаулы деп, байдан алма, кедей қыз арзан деп ал құмарланба. Ары бар, намысы бар, ұяты бар, қызынан ата-ананың қапыл қалма. Ары бар, намысы бар, ұяты бар, қызынан ата-ананың қапыл қалмаң. Үйіңе татып құрбың келсе кіріп, сыздамасын қабақпен ау имендіріп. Ер сүйген кісіні ол да сүйіп, қызмет қылсын көңіл ау таза жүріп. Құрбыңның тәуір болсын өз мінезі, абырайлы қалжыңменен келсін сөзі. Сен оған мойын бұрып сөз айтқанда, болмасын әйеліңде екі көзі. Сен оған мойын бұрып сөз айтқанда, болмасын әйеліңде екі көзі.